Армысыздар, Қосылайық жобасының көрермендері және Қос Ньюс арнасының көрермендері. Сіздермен бірге әдеттегідей Қосылайық жобасының кезекті шығарылымын талқылайтын боламыз. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде әдеттегідей сұрақ-жауап рубрикасы. Төменге окошко қалдырып кетемін. Сіздердің қатысушыларға қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойсаңыздар болады. Аида мен Әлішер тойға дейін барған жұп еді. Алдыңғы сезонда екеуі үйленіп кете ме деген белгілі бір біздің үмітіміз болған, бірақ екеуі үйленген жоқ, той болған жоқ. Аида біздің жобаға келіп қатысушы болып отыр. Әрине Әлішер оны көріп таңғалып қалды, кішкене шок алып дегендей. Енді бұл екеуінің ары қарай не болатынын, қандай қарым-қатынаста болатынын білмейміз. Бірақ Әлішер Аидаға прям кәдімгідей өкпелі, реніші көп екен, біраз өкпесін айтып тастады тіпті дегендей. Енді бұлардың қарым-қатынасын ары қарай не болатынын көреміз. Мүмкін Аида да Әлішер де жобада өздерінің теңін тауып, әдемі болып, жарларын тауып үйленіп кететін шығар. Оны көре жатармыз. Құрметті оқырмандар, бізде шок жаңалық. Эфирдің соңында біздің ортамызға жаңа қатысушы болып Аида келді. Енді біздің жобамыздың жаңа қатысушысы. Қалайсыз? Саламатсыздар ма баршалықтарыңызға? Қатысушы болып келгеніме қуаныштымын. Сол, енді бақытыңызды іздейміз, маған келіңіздер, үміткер бол. Аида өз үміткерін күтеді. Біздің жобада болған Аида, тіпті жұптық арақатынасқа дейін жалпы өзінің бұрынғы, тойға дейін барған арақатынас осы жерде болды. Енді ол болмады, өмір дегендей, енді алдағы уақытта өз күшті үміткерімді күтетін боламын, келіңіздер. Күтеміз. Жобаның соңында әдеттегідей бізді таң қалдырып, Әлішердің ескі ғашығы Аида келді. Қалай ойлайсыз, бүгін жаңа қатысушы кім келеді? Жаңа қатысушы ма? Иә. Білмеймін, бір үлкен кісі келетін сияқты. 30-дан жоғары еркек деп ойламаймын, әйел адам келетін сияқты. Әйел адам келеді, бірақ 30-дан асқан деп ойлайсыз. Иә. Білмеймін неге екен. Неге өйтіп ойлайсыз? Неге білмейсіз? Бізде бала шаға көбейіп кетті. Мына қиылмыңыз оған дәлел ма? Дәлел, өзімді бірінші көрсетіп жатырмын. Мен айтайыншы, жеріңіз ғой жаңа. Сіз үшін әдемі қыз кім ал? Мен үшін әдемі қыз ол менің анам. Мариям өзінің экс-ғашығын студияға шақырып алып, екеуі бір-бірімен ұрысып отыр. Біз олардан әдемі бір жұп күткен едік, бірақ екеуінің арасына Айгүл түскен көрінеді. Бірақ мен олардың арасына түскен жоқпын деп, Айгүл ат-тонын алып қашты. Мариям, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Мариям киноға тартылған ба дейді. Киноға түскен ба деген шығар, енді киноға түспегенсіз. Оның бір белгілі себептері бар. Негізі екі киноға шақырысып болған. Шақырып болған. Мынау брекеттің істеп, дұрыс даусының шықпағанның кесірінен, Жалпы негізі жоспарыңызда болашақта бар. Бұйырса, иншаллах, түсім полный бітсін. Солай екен. Али мен Ануса таныстықты тоқтатты. Өткенгі шығарылымда Али Ануса есімді үміткерге өзінің сезімін, көңілін білдіріп еді, бірақ бұл таныстық көпке барған жоқ, тоқтады. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Сізде осы үміткер бар ма? Үміткеріңіз жоқ, иә? Келмей жатыр ма? Деде жоқ дейді. Біздің Қосылайық жобасында жаңа жігіттер квартеті пайда болды. Бұл бізде Сәт-Дәулет, Нұрдәулет, Әлішер және Бекет. Ал Нұрдәулет, сіз үшін жобадағы ең әдемі қыз кім? Жаңа айтып едім ғой. Ол жақсы көру емес, бір не емес. Жалпы ең әдемі қыздар деп сіз кімді айта аласыз? Негізінде әр қыздың өзінің бір әдеміліктері бар да, негізі. Мысалы, Гүлнұрдың көзі андай болып тұр да, мысалы. Қандай болып тұр? Әдемі да, андай. Ерекше ғой, мысалы, қарап көрсең. Қара емес, қоңыр емес, бір көкшілдеу де емес, жасыл да емес, білмеймін, басқаша өшімше. Мысалы, Аруна, мысалы, жақсы билейді деген сияқты ғой, андайша. Фигурасы нормально деген сияқты. Айнұрда, мысалы, жақсы билейді, фигурасы нормально деген сияқты. Мен сізде фигурасын сұраған жоқпын, ең әдемі қыз кім дедім? Ең әдемі қыз. Болыңызшы, қадап тұрып сұрап отқандай қиналып тұрсыз ғой. Хорошо. Гүлнұр, Аруна. Осы жерде отырған қыздар ма? Фортуна. И кім?
ақерке. Біздің жігіттердің шырқаған әні сізге ұнады ма? Бұл жігіттердің бұл тобы көпке бара ма екен, көре жатармыз. Дәулет, сізге бүгін сұрақтардың бәрі Заринаға қатысты. Зарина қайда? Садәулеттен сұраңыз, Зарина неге жоқ дейді. Соның бірі, Зарина бір апта бойы келмейді екен дейді эфирге. Сол сағына ма екен Садәулет Заринаны дейді. Сағынам иә, өзіне де айтып жүрген кеше тез өзім қолым әрең жеткен кезде кетіп қалғанын естіп. Қолыңыз жетті ма? Не? Деп. Жеткенде жетеді ғой енді бұйырса. Қатты сағынам иә, келу керек тез-тез, Алла қаласа. Қазір жұмыс сапарымен ғой енді, өзі де шаршап жүр. Бір апта келмей ма? Иә, бір апта келмейді. Денсаулығына байланысты да ауырып жүр. Соған өзім айтқан болатын, жақсылап миыңды демалдырып келші деп ше. Ауырмашы, пожалуйста. Солай. В общем, келеді. Атак конечно, сағынам. Тып-тыныш жүремін, ешкімге жақындамын. Көреміз оны алдағы уақытта бір апталықта достар. Иә, әдеттегідей біздің Қослай жобасының баяғы экс қатысушылары тағы да келді. Бұл жолы бізге Нұрболат пен Жанғазы келді. Атын ұмытып қалдым. Кешірерсіздер. Жансая, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Ауырмаңыздар, жылы кейін жүріңіздер. Жансая, сіз қанша жастасыз? 30-дамын. Иә, Жансая 30 жаста. Қазір үміткеріңіз бар, иә? Бар. Ұнап жатыр ма үміткеріңіз? Жақсы, қарапайым, жақсы көңілді. Автобуспен жүрдіңіз? Ренжірдіңіз ба оған? Жоқ, ода отырған ешім. Негізі, өмірде соңғы рет қашан автобуспен жүрген едіңіз? Күніге. Күніге. Иә. Күніге барып, автобустар барып келіп. Бірақ үміткерлеріңіздің таксимен апарғаны қалайсыз ба, әлде бір разница жоқ па? Ондай ешқандай бір. Онда демек сізді шариғар дұрыс түсінбей қалған, иә? Иә, шариғар дұрыс. Досым ғой, қызғанып отырмын. Сондай ол, шариғарға. Осындай егер де сіңілісі болса, ұнайтын еді деп айтқан Жансаяны, иә? Жасы ғана. Бұл бізде Қосақ жобасында ескі қатысушылар болған, бірнеше бір-екі сезонда отырған. Бұл біздің жігіттеріміз Аидаға келді қатысушы. Соның көңілін жаулау үшін, жүрегін жаулау үшін екеуі келіп, кімді таңдайды деп солай отырды. Аиданың кімді таңдайтынын әлі де білмейміз. Сіз кімді таңдағанын қалайсыз? Арунадан сұраңызшы, есіміңнің мағынасы не екен дейді? Есіміңнің мағынасы не? Аруна дегенді негізі әжім қойған. Мағынасы рассвет деген мағына білдіреді, яғни күннің шығуы деген мағына білдіреді. Сол мифологияға сүйенсек, негізі бұрын сондай бір богиня болған екен. Жаңағыдай бәз елді тыныштықта басқарып деген секілді деп. Тыныштықта деген ауыр кетті иә былай. Соған бір мезеттеп, бір күннің шығуы болсын деп сөйтіп қойған ғой. Күн болып шығып тұрсыз болсыз әжеңіз үшін, иә? Болып тұрмын ғой қазір. Солай достар, түсініп алсаңыздар болады. Мен үміткер күтемін. Үміткер күтесіз ба? Үміткеріңіз жоқ? Мен бос жүрмін. Мына жақтағы жігіттер ұсыныс жасаса, не істейсіз? Кім екеніне қарайсыз, иә демек? Солай екенсіз. Әлде Аида жай ғана жобаға оралудың белгілі бір жолы ма деген ой бар. Аида, қалайсыз? Неге көңіл күйіңіз жоқ, онша емес? Кешегі гүлді алмапсыз. Әлде сіздің шкафыңыздың үстіне қойып қойдыңыз ба? Мен қойған жоқпын. Мен келген кезде тұратын. Келген кезде біреу гримеркаға апарып қойған, иә? Сол жіберген жігіт кім дейді? Айта берейін ба? Білмеймін енді. Атын может айтпай-ақ қоясың, может. Экс қатысушы. Айтпаймын. Атын айтпайсыз. Біліп атасыздар уақыт келгенде. Мүмкін өзі кетіп қалатын шығар. Сіз жарайды онда былай қойын. Сіздің онымен бірге бір жерде жүргеніңіз, біреу мысалы басқа адамдардың телефон нелеріне Фортуна айтты ғой, бірге қыдырдық деп. Сол кезде көрінді ма сіздің стористерде немесе видеоларда? Біз бірге қыдырмағанбыз. Неге осындай оқиғалар болды? Ал тағы бірдеңе айтамын дейді, айтыңыз. Жаңа айттым ғой, тыныш жүремін деп. Тыныш жүремін, жігітше тыныш жүремін. Желание жоқ. Басқа қыздар көзімде көріп тұрған жоқ. Вообще желание жоқ. В общем, только з ғой.
з солай бүйтіп мойныңызға тағып алсаңшы дәу қылып з деп мен еліме жақсы барамын осы емес зеро деп Видео ұнаса лайк басып кетіңіз, және де каналға қолдау білдіріп тіркеліп кетіңізге де болады. Келесі кездескенше аман болыңыздар.